Hürmetli konaklar, hürmetli bugün geçke jинalgan kavimdeki bugünkü болып жатқан дүбірлеген тойымыздың екінші bölümü Şay Dastarxanına hoş geldinizler. Rahmet ya, bugün arasında da ерекше той мінекей Dastanday бауырымыздың мінекей шаңырағында болып жатқан қуаныш. Баршаларымыз мінекей алыстан келген қонақтарымыз бар, ауылдағы қонақтарымыз бар. Міне осы жерде жалпы қандай той болсын, қуаныш болсын, өзімізге ең жақын деген адамдарды шақырамыз ғой. Сондықтан да міне осы жерде Дастанға ең жақын деген кісілердің барлығы жиналып отқан жайы бар. Ендеше кешімізді одан ары қарай жалғастырайық. Ендеше мынау енді алдарыңызға ыстық шай келгенше бір тамаша бір ән болсын деген ниет болып отыр. Мынау ортамызда осы бүгінгі қуанышқа сонау Қостанай қаласынан арнайы келіп отырған менің досым, әріптесім, Қостанай облыстық қуыршақтар театрының директоры Мәди бауырым келіп отыр. Мәди hoş geldin. Mынау енді шай дайын болғанша, алдымызға ыстық шай келгенше сен тамаша бір әніңді тыңдап отырайық деген ниет болып отыр мына той иелерінің атынан. Сондықтан да мынау алыстан арнайы келгеннен кейін тамаша бір әніңді жолдаса. Мархаба. Рахмет, Дастан туған күні құтты болсын. Әнің көп келеді екенсің. Келмек керек болып кетті. Ал Дастан туған күні құтты болсын, бір жақсы халық әнін орындап берейін. Kimisi bir azar
қосылып қояйық. Как раз жаңа машинамде ол как раз аптечка жүр ғой, сол аптечка. Сұрайтын адамдар болады аптечка. Рахмет, тамаша. Қандай тамаша әнімен бүгінгі кеште баршаңыздың жүректеріңізді бауыры болды деп ойлаймыз. Мінекей осындай бір керемет әннен кейін кешімізді жалғастырайық. Мына жерде ардақты ағайындар шай ішіп көңілдеріңізді жайлап отырыңыздар. Біз өзі қазақ шай ішпесек басымыз ауырып қалатын халықпыз, сондықтан да шай ішіп отырайық. Көңілдеріңіз жай болсын. Мына енді шай дастархандағы алғаш хақ текті деп бере отырайық. Жалпы әрбір ер азаматтың үш жұрты болады дейді. Өздеріңіз білесіздер, яғни өз жұрты, нағашы жұрты және де қайын жұрты дейді. Сондықтан да мінекей осы бүгінгі кеште тойымызды көбейтіп, осындай қонақтарымыздың ортасында келіп отырған бір топ қайын жұртын дастанның ортаға шақырайық. Мана өзі бір торғайдан келіп жатыр дедіңдер ме? Бір дедіңдер ме өзіңізді? Ал енді шаңдақта қайындар қайын жұрты Қадырбек, Мейрамгүл, Үрістем, Айгерім, Қадырғали, Айгүл, Әліби, Күнжамал, Базар, Айнұр, Рахима, Рахия. Оза! Музыкантын азар тәгір болды дейміз. Мына енді бүкіл семьяда екеуін ғана білетін жақсыздар ғой. Шөйті хатындағы серьез дейма, сондай. Сөздің адамдары жақсыздар ғой. Ендеше бүгінгі кеште нағыз қазақ сөздің қаймағы нағыз тұрып, шай дастархандағы алғашқы ақлепті өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Үлкені көмеңіз. Altınsam, Singada baktığımda Tosun, 37 жасың, 37 күнді бақта келсін. Арғышын осы ағамызға күлі ойнап жүре беріңіз. Отбасыңызға бақыттайын, бақыттың базарында Алланың назарында жүре беріңіз. Арғышын осы сыйлазы мұт болып жүре беріңіз. Тілектіңдер. Тілек айтып атырмын, қайын жоқ. Ал, шағайдар, кішкентектіңдер. Дастан, Рахила, тойларын тойғаласын дейм, күні дастарыңыз ақ болсын, көрі қызықтар болсыныз, бақыт болыңдар. Ал дастан, келіп жеткен туған күнің құтты болсын, ғұмырлы бол, кішкентайларын қызығын көре беріңдер, бақытты болыңдар. Әрқашан осы еңбегінің жемісін көріп, жүре беріңдер. Баршаңыз ассалаумағалейкум. Айтсам қажылай. Бастасын көппейсің. Кезде бүгінгі туғаныңыз құтты болсын, бақытты, ғұмыр, отбасының тірегі ешқашаныңызда ауырмай, Алланың берген шипасымен жүрегіңіз алып. Әй, бәрекелді. Қалғандар қосақ сөз. Ей, мана кісі мына орыс айтады мына кәдімгі. Орыс айтады кәдімгі. Торғайда бірінші адам орыс сөйлейді тұрған. Так? Уважаемые дамы и господа, Тәкем, жерде қуаныштаңыз құтты болсын, жерде отбасы мүшеңіз құтты болсын, бақытты болыңыз, ғұмырлы болыңыз, қыздарыңыздың қуанышын көріңіздер. Алланың назарында бақыттың базарында болыңыздар. Сіздердің тек қана қуаныштарыңызда бас қосып жүре береді. Сол үшін алып қойыңыздар. Бәрі айтпаған сөзді айттың, әдемі күшті сөзді айттың. Соны күтіп отырады біз бәрінде. Қалғанымыз қосамыздар. Бәрекелді. Рахмет. Сый-сияпатымыз табыстайық. Жақсылап естелік фотосурет көрсетіп алайық. Товарларымыз
орындарымызға жайғасып алайық, құрметті қонақтар. Мынау құрметті қонақтарына жалпы осы құшақ биін бекер қойып отқан жоқпыз. Шайға қарамадыңдар ма? Шай болып отыр ғой. Давай. Рахмет, ал енді құрметті қонақтарына жалпы құшақ биін бекер қойып отырған жоқпыз. Жаңа ортада қаншама жұптар билеп жатыр. Енді осылардың ішінен духы жетіп, әйелі бола тұра басқа бір әйелмен билеген жігіттер бар ма? Приз берем. Ортаға шығыңдаршы, кеш духы жетіп, басқа әйелмен билеген кісі ортаға шығыңдаршы, кел, ортаға. Халықтың ішіне екі-ақ духовный шықты ғой кәдімгідей бар. Шын! Айқырып жүрген. Соны пайдаланып қалып отыр ма? Әйелдің жоқтығын пайдаланып. Рахмет, мынау жігіттер расында да мен сендерді әдейі шақырып отырмын. Сондықтан да мынау біріншіден сый-сияпат беріп қойын әдейі шақырғаннан кейін. Естілеріңіз танысып алайық бірінші. Еркебұлан. Сен қайда істейсің? Соны маған сол қызық болып тұр бар ғой вообще. Қайда істейсің? Медицина. Медицина? Врачсың ба? Жоқ. Айтса ұялмай. Не істейді мынау? Не істейді? Соборование. Білмеймін бірақ не екенін. Сен не істейсің? Такси. Бәрекелді. Өзіміз қабылдайсыз. Рахмет, мынау енді қазір кештің арасында сіздерді әдейі шақыратын болам. Әдейі, особенно сені бар ғой, депутат сияқты бар ғой сен. Депутат боласың ау, болашақта бар ғой. Рахмет, қошемет ұрып қойып мына екі жігітке. Бәрекелді, мынау енді ардақты ағайындар, жалпы мынау екі қанатты болып отырмыз ғой әдемі. Былай жасайықшы, мына бірінші қанатты біз бар ғой, мына жалпы Дастанның командасы деп алайық, бірінші қанат Дастанның командасы. Мен Дастан деген кезде бір айқайлап көрсетіп жүрміз бе? Құрдастар, жастар ғой бұл жақта. Дастанның командасы! Алма, екінші қанат енді Рахиланы ренжітпейік. Рахиланың командасы болайық. Рахила! Рахила кейбіреулер шоқ қояды, қарап отыр, асы. Тамақ берме оларға енді. Енді шақырма оларды. Рахила! Бәсе, осы қолдап қойыңыздарсы, осы Рахиланың арқасы отырғанымыз. Маған да ақша беретін осы, маған осы кісі керек негізі. Дастан! Мынау енді екі команда болып отырмыз, енді былай жасайға, екі команда бір жарысайық, командный ойын болсын енді. Бір мықты бишілер, екі командадан бір адам шықсыншы. Бір адам. Мына Дастанның командасынан бір адам, Рахиланың командасынан бір адам. Мен енді аттарыңыз алып түсен сөйіп, желающилар. Пожалуйста, тез, бір адам. Эй! Келесі жол точно Рахила шақырмайтын болсыңдар. Кім? Бұл жақта тұрды ғой. Мына командадан керек маған, мына командадан. Кім? Бір биші, кез келген. Кім?
Чиз. Bir. Положение водка. Реті келсе қыз дейді, Аслан ағасы. Аслан әйел бір мүшеді, тыңдап отыр, ана қыз сұрап отыр ана. Ана қыз сұрап отыр. Қыз бар ма, қыз? Қыз, келіншек, апа, әже, любой, біреу. Кім бар? Динара шықшы көрсін, Динара кеш. Әлім қыз сұрап алғандатты көзі. Нем шын айттым ғой, қыз сұрап алғандатты деп. Сіздер кесті? Бәсі, что-то мен мынада ерке көрмеппін.Ошым ағайындылар давай. Өздерің келісе бересіңдер ғой енді. Мына енді бүкіл команда өздеріңізге сеніп отыр. Жалпы Дастанның командасының артынан шығып отырған Асланды бір қолдап қойыңыздар қазір реті келсе. Және де Рахиланың командасынан Динара. Мана жақсы шпегін өйдейм, е, что-то. Мына жақ қарап қойғансыздар ба? Білмеймін, что-то слабы болды. Ал жарайды, енді қалай болғанда да өнер шешеді, кімнің өнері жақсы бағаланып, оны қазір көретін боламыз. Ал кеттік ендеше Аслан против Динара. Поехали! Бұлар енді өлең сұрап алаңдатады енді. Дастан. Жанзе. Екеуге де Жанзе керек көп тұр ма? Екеуіне де Жанзе керек көп тұр. Бізге сұрашы Жанзе керек. Айдастайын ба? Мен бейнелеп шықты ғой енді сонайды үміттеніп отырып бейнелейді ғой деп. Дайынсыз ба сіз? Сіз дайынсыз ба? Жанзе ғой. Ал кеттік. Жанзе ортада Аслан және Динара кеттік. Свет сөндірме, қалып көру керек қой. Сөндірме. Ал билеңдер ал Жанзеге. Рахмет, болды. Вкустарың бұздырлы көне Жанзеге. Қалай билеңдірмейді ғой екеуді. Жарайды, екеуінің сұрап алған әндерін ғой енді. Қалай болғанда да өнер көрсетті. Аслан қалай биледі ау? Анжақ тұзды сақпай отырмаса да. Аслан қалай биледі? Аман жоқ айтып қойсы, яна танымайтындарға бітікеді. Айтып қойсы өйтіп. Поздно уже. Динара! Қазір кеш қайтасыз енді, фонарик керек болды. Таксистердің бәрі осы жерде, жаяу қайтасыз ғой бүгін енді. Рахмет. Замена! Екі! Серік шығам дейтміз! Сендер билейін деп атсыңдар сендер. Басқа іштей емес, ол қыз дейді разница жоқ бұл жерде. Не ойларың басқа жақта ма? Чисто би бұл жерде. Одан артқа кеткен жүрмендер, я. Ал дайсыздар ма? Аслан против Серік! Ойбай, шешті! Üzüleyim deyip dur koyma, üzüleyim deyip dur koyma.
болса үзіліп кетеді қазір. Ал Аслан қалай біледі ау? Ошы маңжақты сатып аласың ба бірден қыласың ойнап сен бағы. Серік! Сен машинаң бар ма? Машина жоқ па? Онда саған да фан керек ма? Ал замена мына командадан чиз біреу. Мына командадан біреу чиз. Қол көтерме, шық жаққа шық. Шық. Кім? Бәрекелді. Кел. Ух ты, мына камераға жұмыс істейді ғой. Камераға жұмыс, мықты. Так, болды енді камераға. Есімің? Баха против Сика! Слава это тумен, да? Ал, Баха против Сика! Поехали! Чир! Побери назад! Пожалуйста, побери назад! Рахмет, болды. Мына бұл ұстап жақты болсын. Ал, жарайды, қалай болғанда да өнер көрсеттік. Сонымен Баха! Сика! Мәші бар. Бәттақ болады қазір бар атқанда Астанаға жеткенше сол керек болады. Ал, замена! Есеп 1-1. Замена! Депутат, кешті ғана, депутат! Кім? Олжас дейді, Олжас кім? Мен чоскам кім? Олжас, қайсың? Сен ба өзің, мен соқтан бөліме дейсің? Келей бе қарай. Бізде біздің салмақ ауырлап барады ма? Қиындап барады жатқан. Тяжело болады ма? Ал, ол жеке, давайте. Сен шешінесің бе тағы? Давай. Ал, Олжас против Сика! Кимеш қошыма тек шары жаман. Әтеш төбесі тұрған сияқты болды. Әтештер сөйтпей өседі ғой. Сен киме қойшы ағына. Шешті өшіз. Нешері шешті, нешері кейін ұшы ағына. Ал жақсы, қалай бағана дауыс берейік. Серік! Ақырын емшіл бола бастады. Дәресіңдер, манағыда емес. Мана, бір жетім бір шапараң әсілетінік. Олжас! Келге керек болатын. Аяғым шешіп, жаңа аяқ алдым дейсің ғой. Менің жаңа аяқ тапқан дауысым дейсің енді андағымай. Ал, замена, бір адам, замена, есеп 2-2, замена, финал. Бір адам, есеп 2-2, осы жолы біреу жеңеді. Финал, сомен. Кім? Поражение бере салам қазір. Бір. Екі жарым болды сен. Шықпаса поражение болады қазір. Кім? Жәнібек дейді ау. Все.
ендеше. Ал ендеше бүгінгі сайыста Дастанның командасы жеңді. Ал барекелді. Қандақ ағайындар кешіме жалғастырайық. Мынау енді бір тілек беріп жіберейік ендеше. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық болады дейді. Көршің үшін намазыңды бұз дейді. Көршіңнің көзі соқыр болса, сен де бір көзіңді қысып жүр дейді. Яғни бұның бәрі қазақтың айтқан сөздері. Ал ендеше ортамыздағы көршілер қауымын ортаға шақырайық. Ғалымбек, Сұңғат, Абылай, Бекзат, Шерхан, Ислам дейді. Ал, көршілер ортаға. Ағайындарына жалпы әлемде ең бір қауіпсіз жер, самый охраняемый место қай жер дейді, білесіздер ме? Ақ үй дейді, яғни Америкадағы Белый дом дейді. Ал Амангелдідегі самый безопасный место Дастанның үйі екен ғой. Майының бәрін полиция қоршап алған намысын, не болды? Түгел полиция шығып отыр, Шерханнан басқасы енді. Сондықтан Амангелдідегі ең самый безопасный үй Дастанның үйі. Ал, кімнен бастаймыз? Дастан братан, жеңей, жаңа жастарыңыз құтты болсын, бастарыңызға амандық, тілдеріңізге саулық болсын. Дастархандарыңыз тек қана қуаныш берсін, бүлдіршіндеріңіз көп болсын, үйде көрген кісілер аман болсын. Осыған қуаныштарыңыз осыған қуаныш болсын, осыңызды бекеміз, осыған достарыңыз ассалаумағалейкум, құрметті тоғызжанға қауым, бақшаңызға қалыс осылай. Осыған сылап келіп атқандарыңызға, Аманда Самрадан, оны қуаныңыз болсын. 37 мүше жас қатақты айтып, ақыл тоқтарды үлкен не болып, оттай жігіт, басында жігіт болады дейді. Ama 37 мүше жасыңыз осы жігітті бақылап қойыңыз. Ата-теңіздерге бақытты болыңыздар. Тек қана осылай қуанышпен көп болсын. Алла қойған мақсаттарыңыз, армандарыңыз орындала берсін. Кішкентай бүлдіршіндеріңіз көз алдыңызда өсіп үлкен азамат азаматша болсын. Көшеде айтылған барша ізгі жақсы тілектер қабыл болсын. Өзіміздің атымыздан кішкентай сыйлық. Ой бәрекелді. Қамадан қосасыздар ма? Қосамыз иә. Маған мен әйелді қосып едім. Қосатын адамдар жақсы көреміз. Көршілерге бір қошем өтіріп қояған ағайындар. Ал, естелік содан сөріп кетіп соғындар шапан жешмеші енді. Хотя той біткенше шымыш енді. Той біткенше шыда енді. Мүшелі деп жиналып отқан жайымыз бар. Мынау енді айтып отырмыз ғой, маған бері мүшел деген бір керемет жаз. Осы енді Дастанның 49 мүшелін көргім келеді дегендер қол көтерейікші, қол көтерейік. Дастанның 47 мүшелін, 49 мүшелінде болғым келеді дегендер. Ал ендеше қол көтердің барлығы ортаға биге шықсын, сонда қабыл болады. Ал кеттік ендеше ортаға биге шығайық. Нұрсұлтанның орындауында тамаша бір ән, депутат бастап, қалғанымыз бастап, биге шығайық ендеше. Ömür
айта беріңіздер нөмірлерді. Ендеше бір дос бар, рахмет. Bir dос бар мұрнынан қан кеткенше, бір дос бар қалтадан мал кеткенше, ал бір дос бар кеудеден жан кеткенше дейді. Енді міне дастандай бауырым менің қасына өзінің тек қана класстастарын, сыныптастарын емес, өмірде жанына жолдастарды жинай білген азамат. Сондықтан да тағы да осы бір топ достарын, жолдастарын ортаға шақырғым келіп отыр. Ендеше Қуат, Нұрымжан, Ербол және Нариман ортаға шақырамыз. Рахмет. Жалпы билейсің ба сен өмірде? Маған бәрі әдемі күшті белім шығып отыр. Сөндікті серьезный шықтың ба осы айтайын? Ал, мынау енді достардың ақтегі тыңдай отырайық. Кімнен бастаймыз? Алдаке братан, бағыңыз толсын, үстем жете беріңіз. Бақытты болыңыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ассалаумағалейкум, Тоғжан қайын. Қадастар қада. Асама толсын, ұзақ болсын. Семьяда бақытты бол, кішкентайы көп болсын. Сол салып қойдар. Ассалаумағалейкум, ата-сақын басыржылған қауым. Енді дастан бауырымыздың үлкен бір ұлы тойды айтса да болады. Мүшелесіне тек қасырға келіп отырмыз. Ертең кішке дастан ұстап бола береміз. Үлкен азамат болыңыз, алға соқпайсыз, әрқашанда жоғарыдан көріңіз. Ертең ер жас екеуі дейді, мүшелдің аматсы шығатыз. Жетіміз, аман-есен болыңыз. Әрқашанда сыйласып кетпесін, достастардың бастап тұрған барша тілектерін қабыл етсін. Шағалайық. Осылай тілеуімізден подаркімізден кәсіппен. Әй, бәрекелді. Ей, сен хотя бы сөйлеші енді. Не билемейсің енді. Астанадан келетін болсын, өмір жасы ұзақ болсын, ауырма. Жеңгемізбен бақытты болыңдар. Істеп жатқан жұмыстарды тек қана қызығын бер, жемісін бер. Бәрекелді. Әйелдер қосылады ғой, бәрекелді. Тамаша. Ал, сый-сияпатымыз табыстайық, құттықтайық. Жақсылық бір естелік фотосуретке түсе алайық. Енді осы достардың, жолдастардың арнайы ұйымдастырған бір лотереясы бар екен, соған кезек берейік. Пожалуйста. Құрметті жиналған қауым. Құрметті жиналған қауым, біз осы Дастан мен Рахиланың жолдастарының келіншектерінің атынан шағын ғана қоржын дайындағанбыз. Сол қоржынды лотерея түрінде өткізсек. Жаңа сіздерге номероктар үлестірілді ғой, сол номерок айтылған кезде келіп заттарыңызды ала бересіздер. 12. Так, кеттің ал. 12 кімде? Тез шығамыз. 7. Менің жеңгем келеді. 7. Аман жол сенде ме не? Неғып тұрдың енді? 14 кімде?
Номеровтарын көрсетсін Айгерім. 9-шы. Жинаған сан не болды мен бірдеңе подарка көтіп келе жатыр жоқ. Бар ой, главное. 13. Так, 13. 13. Қарап отыр номері. Бар бере Рахила уақыт. 4. 15. 11. Серік, сен неғып жүрсің әйелдердің арасында? 6. Алып кетті ма? 6. 9. Мына кісінің подаркасын кім алып кетті? 1. Жаңа шапсып кетті айдым. 6 мен 9. Қараңыздаршы. 8. Қазір 17. 5. 18. Әйелдер ойнап отыр, 18 бар ма? 18, 10. 16. Бәрі көтеліп түсіп 3. 2. Ана кісі түрегеп тұр. 23. 23 кімде? 23. Ане. Ақылы. 21. 33. 33 татап бересің. Мен жұмсаңдар енді басқа жұмсайтын адам жоқ па мына енді. 43. 33 кімде? 43. Так. 39. Мен жұмсай беретін олар ғой. 39. Мен жаққа кетіп қалайшы. Айару, ендігі кезекте Айаруды ортаға шақырғым көп тұр. Айару Дастан қызы. Мана сіздердің алдарыңызда Айзере өнері көрсетсе, ендігі кезекте Айару Дастан қызы сіздерге бір жақсылап тұрып, билеп берсем деген ниет болып отыр. Тағы да манағыда бір қалтаға қолды салып жереге реті келіп отса. Ал, Айарудың орындауында бір тамаша би болсын, мархабат.
жатса ма? Что-то бәсе Ай Жұлдыз өнер білім студиясының қатысушысы екенін көріп отырмыз. Мынау енді бәрекелді. Так, символ. Бесплатно емес енді бәрі ақшамен. Мынау ардақты ағайындар, мынау енді өздеріңіздің осы балаға деген ыстық ілтипаттарыңызды білдіріп жатқан кісілерге көп рахмет. Ал енді менде Каспий бере алмадым деген кісілерге болатын болса 8-775-754-77-15 Рахиланы нөмірді лақтыңдар. Өтірік Каспий менде деп отырғандарға осы нөмірді айтып қояйық. Көп рахмет. Айару Дастан қызына бір қошемет тұрып қойыңыздар. Дастан мен Рахиланың барша сыныптастары, достары, жалпы айтқанда 87-лер оптым ортаға! Ауыр. Біріншіден ауыр, екіншіден патолог жақын байқаңдар. Патологтан бұл оңай. Басқара төбеге жабыстырып салғандар. Рахмет, ал ағайындар, расында да мінеки қалың орман болып барша достар қауымы жиналған екен. Мінеки алды Астанадан келіп отыр. Одан Қостанай бар, Арқалық бар. Әрине өзіміздің ауылда жүрген достар бар. Баршасының басы қосылып бүгін мінеки керемет кештің куәсі болып отқан жайы бар. Ал барша 87-лер мынау енді мүшелдері құтты болсын. Мынау енді биылғы жыл сіздер үшін бір ерекше жыл. Мынау енді осы Дастанның тойынан кейін әрқайсыларыңыздың қуаныштарыңызда осылай орталарыңыз ортаймай бірге бастарыңызға осылай берсін. 87-лер! Бәрекелді, енді мынау енді мадан бері байқап отырмыз, араларыңызда әншілер бар, араларыңызда бишілер бар, араларыңызда депутаттар бар. Депутат үйреніп қалдыңыз, ара қайдасың? Қайдасың депутат? Ой, депутат қайда? Жалғыз депутаттың аяқ команда. Ал, мынау енді бәріміз сөйлесек таң атып, бір 2-3 адам айтсын, қалғанымыз тілекші болайық, а? Қойшы, бәріміз 3-4 адам айтсын, қалғанымыз тілекші болайық. Кімнен бастаймыз ал? Давай, айтыр, мән айтты, қалқы. Көп сөйлеуімін. Құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум. Дастан өте жеңіс. Дастанның қуанышында құрметте келіп жатқанда сіздерге көптен көп рахмат. Енді мен біз бәріміз кластаспыз. Оның сыртында біз дәл Дастан екеуміз мынандайдан бастап бірге өскен адамбыз. Кішкентай кезден бастап бірге өскен адам. Дастан бұл үшін родной адам. Мен үшін родной адам. Дастан мынау неше жасың құтты болсын. Дастан жасқа жетер. Мынау отбасың аман болсын. Кішкентайлардың қуанышын көріп жүрелер. Үйдегі ата-анамыз аман болсын. Кәсібің өрге жүзе берсін. Достарының арасында сыйлы бол. Тек қана өзіңді қатты құрметтейтін жігіттердің бірісің. Тайма,
қалма, шаршама, алға жезін. Ой, неше пивасын, бәрі аттым. Соң айту керек. Ал, құрметті қонақтар, дастан досын, туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, аман есен болса, мүшелден жете беріп, жігіттердің ішіндегі бірі. Сондай еңбекқор, жас азаматсың бол. Өрлей бер, өсе бер досым. Әрдайым осылай дастархан тек тойға, қуанышқа жайыла берсін. Семьяда бақытты бол. Көрінген көбелектерін ержет өсіп, соның қызығын, рахатын көруді нәсіп етсін. Тек осылай қуанышқа тойда кездесейік. Әмин. Ал, мәди, өзің қорытындылай енді. Қағайдарымыз қосылайық енді. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, бүгінгі тойға жиналған жамағат. Расында бүгін бәріміздің досымыз, сыныптасымыз, бауырымыз Дастан мен Архелям шаңырағында үлкен той. Шаймерденовтар өлетіндегі тойға бір қош келдіңіздер, бір шамалы өздеріңіздей. Рахмет, музыкант. Ал, олай болса, біз осы кісілерге шын ниетімізбен бүгін құттықтап келіп жатырмыз. Шаңырақтарыңыз тек қана биік болсын, шаңырақтарыңыз той бола берсін. Достыққа жүрмін, құмартып, өлгелі жүрмін, өзіңе өзім мін артып. Жауының барып төрінде уәзір болғанша, досыңның барып табалдарында өрген мың артып деп Мұқағали Мақатаев айтқандай. Расын айтқан кезде, осындай тепсе темір үзетін мана бір кісілер айтып жатыр ғой. Кейбіреулері осы кісінің арқасында мотивация алып жатыр деп. Сондықтан да мотивация ала беріңіздер. Бақаның атынан бір қой беріп жатыр біздің. Және де біздің достардың атынан бір жақсы сыйлығымыз бар, сый-сияпатымыз бар. Сондықтан да аяғында бір жақсы жан досым деген әнмен аяқтайтын боламыз. Той құтты болсын. Ой, тамаша! Құрметті тойшыл ой, манадан бері жақсы тілектер айтып отыр. Бәрі осы Дәкеңнің адресіне. Дәкең өзі еңбекқор жігіттердің бірі ғой. Манада кішкене кемшіліктеріміз болып жатса кешіріңіз. Ал Дәке, мынау істеп жатқан еңбегі тек алдыға өрлей берсін. Мүшеден мүшеге жете беріп, былтырдан мүшеге болды ғой. Биыл мүшелді өзің бастап жатсың, жігіттердің барлығы мүшелдің құтты болсын. Бала-шаға өсемесін, қызығын көріп, ата-анамыз аман болсын. Тек осылай кең дастарханда жүздесіп жүре берейік. Жолдастарымыздың атына жұқа конверт, бірақ ішінде бір бұқасы бар. Сый-сияпатымыз табыстай. Жақсылап бір естелік фотосуретке түсіп алайық. Сосын барып әнмен жалғайтын боламыз. Ал, естелік фотосуретке түсіп алыңыздар. Әздегенде табылатын қасыңнан, көңілі бар қызғалақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдеймін, кім бар екен бала күнгі досымнан. Жан досым, істеп болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда қос бұтағы секілденіп ағаштым, қадыр жүріп сырымызды сан аштым. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адассақ та бірге жүріп адастық. Бірге жан досым, істеп болсын мерейін, әрқашан жеңісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, бітпесін, жырымызда бітпесін,
осы Дастан бауырымыздың барша достары, сыныптастары мінекей өздерінің тілегін, өздерінің жүрегін әнмен де жеткізіп жатыр. Сондықтан да баршаларыңызға мың алғыс дейміз. Енді құрметті қонақтарына 90 сөздің тобықтай түйіні болады дейді. Ендеше мінекей бүгінгі кеште өзінің қорытындысына жақындап келе жатыр. Мынау енді бүгінгі күні баршаңызды баладай көңілмен даладай дастархан жайып, алыс жақын ілік-жекжат туған туыс дос-жаранның басын қосып, мінекей бір арнаға тоғыстырып, бір дастарханның басында дәмдес қылып отырған бүгінгі қуаныштың, бүгінгі тойдың иелері ғана қалды. Енді маған берген список аяқталды. Ал енді аталмай қалдым, айталмай қалдым деген кісілер жоқ па? Ешкім қалып қойған жоқ па? Ондайлар болса қазір микрофон ұсынатын боламыз. Депутат отырсың. Не қолын көтере бересің? Мана әйелдердің арасында қол көтеріп отырсың. Жоқ қоя, бәрекелді. Ендеше мына баршаларыңыздың мінекей қас-қабақтарыңызға қарап, бүгінгі күні мінекей зыр жүгіріп қызмет жасап, баршаларыңыздың тілектеріңізді тыңдап, қабыл болсын әмин деп қуанып, қуаныштан төбесі көкке екі елі жетпей дегенде енді в прямом смысле болды енді. Потолокқа екі елі жетпей қалды, жаңа лақтырған кезде енді қалғанның бәрі орындалып жатыр енді. Дастан деген. Озама. Ендеше ардақты ағайындар, мынау бүгінгі қуаныштың иелеріне енді қорытынды тілек қана қалды. Баршамыз тілегімізді арнасақ, ендеше осындай бір баршамызға қуаныш сыйлап отырған, осындай баршамызға керемет көңіл күй сыйлап отырған бүгінгі тойдың иесі, бүгінгі қуаныштың иесі Дастан мен Рахилаға бір қаттырақ қол соғып қояйықшы. Ендеше мінекей барша бүгінгі кешке жиналған қауымның ақжарма ақ тілектерін тыңдап өттіңіздер. Енді осы кісілерге де сіздердің айтар ниеттеріңіз болса, мархабат. Жиналған қауым, бәріміз келіп отқан көпкенде бір рахмет. Бәрімізге де осындай той болсын. Бәрімізге денсаулық, мол бақыт. Бәріміздің дастарханымызда осындай той құлашы өсін. Бірінші тойға жалғастырады. Бәрекелді. Ал, Рахиланың тілегін тыңдайық. Құрметке келіп жатқан туыстар, бауырлар, көршілер, коллективтер мінекей. Осындай азда болса көптей көріп, қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай той көп болсын, тек жақсылықтар болсын, осындай тойда тек қуаныштай басымыз қосыла берсін, тек жақсылықтар тілеймін, жұмыста табысты болыңыздар. Мен міне 87-дің келіншектеріне үлкен алғыс айтқым келеді. Айгерім, Айнұр, Айда, Әлия, сендерге мыңда бір рахмет. Өзім жалғыз бұндай іске үлгермесем, бар дүниемен жүгіріп жүрсіңдер, өздеріңнің өткізіп жатқан тойларындай бір кісідей атсалысып жатсыңдар. Рахмет сендерге көп. Алыстан келіп жатқан міне Ақсарлатып, Астанадан, сонау Астанадан, Қостанайдан келіп жатқан достарымызға рахмет. Көп рахмет сіздерге. Тойларымызды бөлісіп келіп жатқан көршілеріне рахмет. Жолдасымның коллективтеріне, ағалар сіздерге көп рахмет. Қайнағаларыма мың рахмет. Келіп тойымызды бөлісіп жатқандарыңызға. Олжас ағай, мінекей осындай шағын тойымызды кереметтей гүлдей қылып өткізіп бергеніңізге сізге мыңда бір алғыс. Рахмет сізге көп. Мінекей видео түсіріп жатқан Исламға, фотографшыларға, барлығына да рахмет сіздерге көп. Рысқа қойып жатқан Айдос ағайға да рахмет. Міне жолдасым, асыл ерім, шаңырағымның тірегі. Өзіңмен отасқаныма 10 жыл болыпты. Биыл 10 жыл толып отыр.
келіп жеткен мүше жасың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Әмин. Осылай қыздарымыздың қызығын көрейік. Әмин. Көп балалы отбасы болайық. Әмин. Осы уақытқа дейін 10 жыл бойы өткізген қиындықты мысалы екеумізден басқа ешкім көтерген жоқ. Тек жақсылықтарыңызды көріп отыр осы кісілер. Тек жақсылыққа келіңіздер. Шаңырағымызда тек тойларымызға келіңіздер. Әрдайым той болсын әрқайсыларының шаңырақтарында. Бақытты баянда ғұмыр кешейік. Біздің енді мүшелден аман есен шығып жатыр дейміз ғой. Жолдастарына қайғылындай себісіп, бір ауылда өсіп, бірінші сыныптан бастап оқыған жан досы, бар қиындықты өзімен бірге көтеріскен, барлық ауыртпалықты көтеріскен, ергезек, аузын ашы жүрегі көрінетін ақпейіл жан Серікбайға. Ассалаумағалейкум ағалар, құрметті қонақтар. Мына бүгін Дастан досымыздың үлкен той болып жатыр. Мүше жас. Сағат 3 март күні негізі. Бүгіннен қалмай ертең тағы тойлатамыз. 10 минут қалды енді. О, болды. Қалайсыңдар өздері? Мына Дастан досым менің. Естіп отырсаңыздар, тыңдасаңыздар, құлақ жеткізетін әңгіме бар. Мына Дастан деген жігіт менің құрдасым. Бірден бастап бірге оқыдық. Просто мен 9-да кетіп қалдым. Ve әлі күнге доспыз. Әлі күнге достық ұстайып, өзімнің жан құрдасым осы ауылдағы Амангелді өзі төртеуақпыз. Соның ішінде менің жақыны осы Дастан. Шаруасын істеп жатыр, білесіздер. Міне, әдемі істеп жатыр. Өзі Дастан деген жігіт, мана айтты біреу, айтқаннан қайтпайды деп. Дастан осыдан таксовать етіп жүргенде 10 жыл бұрын айтқан, мен бір дүние істеймін деп. Міне, айтқанын істеп жатқан жігіттің бірі осы Дастан. Шапан киін деп жатырмыз аты. Сол Дастанды мақтауға тұратын жігіттер көшеге келген кісілердің бәрі солай деп айтайын. Депутаттар да шығып жатыр ғой. Любой жерден тұрады, любой жерде отыратын жігіт. Әрқашан міне отбасына бақыт тілеймін. Жаңа жігіттерді айтады, сен сөйле деп. Маған жаңа негіз тілек берген. Микрофонды бірақ қамап алып кетті. Ақынды қайтарып жатсың ғой, деп айтып жатсың. Айтам деген тілегім көп еді негізі сол кезде. Бірақ әлі де бар. Досымның ісі алға бассын деймін. Бизнесмен ауылда да. Бәрін білетін шығарсыңдар. Әрқашан досым ісің алға бассын. Жан-жарың Рахи, екеуің бірге бақытты болыңдар деймін. Өрлі шөрлі болыңдар деймін. Фото түсіп өріңдір. Болды, осыдан кейін фото болмайды. Негізі мынау Дастаннан кейін мына шапанды маған беріп тұр. Негізі Бақытжанның туған күні 23 апрель. Аштауымнақ. Жігіттер, давайте, тездетіңдер енді. Уақыт алмаңдар, бүкіл халықтың уақыт алмаңдар, жылдамда таяқ енді. Мына жігіттің енді... Асыз адамда кете берсін. Мына жігіттің енді... Мынау енді, досым, ниетіңе рахмет. Маған берген шапаны киіп көрсетейін.
қазіргі уақытта. Сондықтан да мінекей өзі дастанда өзі отбасының атынан мінекей сый сияпатын табыс етіп жатыр. Енді отырайық, асқайрайық, бір жолата сосын билеуге отырамыз. Ендеше мінекей бүгінгі күні қорытынды тілек айтылды. Баршаларыңызға мың алғыс. Мынау енді бүгінгі күні осындай бір керемет ғимарат ұсынып отырған Аида кафесінің ұжымына бір қошемет қойықшы мінекей. Поварларға, официанттар бар мінекей. Тамаша қызмет көрсетіп жатқан. Бүгінгі кеш мәңгілік тарихта қалсын, есте қалсын деп фотоға, видеоға түсіріп жүрген Исламға, фотоға бәріне бір алғыс айтып қояйық. Кештеріміздің сәнін мәнін келтіріп жатқан музыкант Айдосқа бір қошемет қойып. Сіздермен бірге болғанмен қуаныштамызды бөліскен есімім Қарапайым Олжас болды. Рахмет. Әр қазақтың үйінде осындай бір қуаныш болсын. Әр қазағым жалғызын жақсы көрейік. Баршаларыңыздың үйлеріңізде осындай тек қана той дастарханы болсын деген ниетпен бүгінгі кештегі ас қайыру рәсімі Салих көке өзімізге бұйырып отыр екен. Ендеше Ильяхи Амин, қалғандарымыз қол жайық. Ағылмен ағайынды ренжімесеңіздер, сосын бата берейік. Мынау жалпы Дастан енді келін екеуі бізді Құдай қонақ деп шақырып күтіп жатыр. Мына келген азаматтар бәрімізде де құрдас бар, бәрімізде де ойын күлкі бар. Ал енді бұзақыңды тимасаң ел бүлінік. Сондықтан естеріңде болсын, мына іштеріңде барлығың бірдей. Ақылдарыңды ішіп, не болмаса абыройларыңды төгіп жүрмеген азамат емес шығарсыңдар. Сондықтан жаңа қылдың ісі дұрыс емес. Не болса да қызыл тұрған уақытында айтылу керек. Егер біздің 90-шы жылдар болатын болса, 85-92-нің маңайы болатын болса, жаңа қылдың точно тісі қағылатын ет бар ғой. Ол ұят болады. Мына жерде қаншама адам отыр. Сендер тек қана құрдастардың араларында отқан жоқсыңдар ғой, бір-біріңді кәдімгідей посыл айтып ететіндей. За слова надо отвечать. Нас послали, отвечать надо. А біз үлкен кісілер отыр. Менен үлкен кісілер отыр. Өміртаяғы отыр. Елекең отыр. Ұят емес солар ғой. Сондықтан ертеңгі күні арақ ішсеңдер де ақылдарын ішпеңдер. Азаматтар, елдің абыройын төгетін азамат, елдің абыройын көтеретін азамат. Осы жерде қаншама адам отыр. Жаңа торғайдан келді деп айтып жатырмыз ғой, неке қайын жүр. Ертеңгі ана жаққа барған кезде не айтады? Дуылдақ, шуылдақ екен дейді, бір-бірін пасыл айтып жатыр дейді. Сондықтан намыс болсын бар. Амандық жаныңа саулық берсін, ғұмыр жасыңды ұзақ етсін, өрісіңді кең етсін, ғұмыр жасыңды ұзақ етіп, несібеңді мол етсін, берерін тауыспасын, артынан ұрпақ етсін, өнсін, өссін. Осы көпшіліктің берген батасын Құдай өзі қабыл етсін.